Сәлем достар, біз бүгін интерфейстегі ең маңызды элементтердің бірі текстфилдті қалай жасау керек екенін үйренетін боламыз. Текстфилд немесе input бұл қолданушы сайтқа кірген кезде қандай да бір мәтіндік ақпаратты енгізе алатын интерфейс элементтердің бірі. Көріп тұрғаныңыздай, текстфилдтің бірнеше түрлері мен күйлері бар. Ендеше мен бұл сабақта бірнеше түрін ғана көрсететін боламын. Ендеше ең бірінші атомарлық дизайн принципі бойынша ең кіші элементтен бастаймыз. Ең бірінші біз текстфилдтің астында тұрған подсказкадан бастаймыз, яғни бұл placeholder деп аталады, содан бірінші құрастырамыз. Ал енді текстімізді жазып аламыз, оны сәйкес келген түсімізге бояймыз. Кейін одан компонент жасаймыз. Енді текстфилдті басқан кездегі лейблдің өзгеретін нұсқасын жасаймыз. Енді бұл компоненттің нұсқасына сәйкес property-ға кіріп мағынасын береміз. Енді біз лейблдің негізгі нұсқасын жасап қойдық. Енді осы лейблді басқан кездегі нұсқасын жасаймыз. Енді текстфилдті толтырылған күйін жасаймыз. Және бұдан компонент жасаймыз. Енді бұған әлі де толтырып жатқан күйін жасайтын боламыз. Яғни бұл жерде текстімізді енгіздіміз және әлі ештеңе басқан жоқпыз. Және сол сәтте әлі тұрмыз деген түсінікті болар енді. Бұл жерде көрсетілмеген, бірақ бұны осы сөзімізді автолейаутқа саламыз. Одан кейін барып, оған border, яғни сызығын әкеліп сызамыз. Бұл жерде текстімізді өшіріп тұратын функцияны береміз. Яғни біз осы нұсқаны көшіріп тұрған кезде бізде слойымызда осы текстіміз болады, бірақ бізге көрінбейтін болып тұрады. Енді контейнердің тек сол жақ бұрышын ғана сызамыз. Міне бізде активный состояниесі дайын. Яғни текстімізді енгізетін боламыз. Енді лейблдің басылмаған күйін жасаймыз. Ал енді текстфилдтің өзінің негізгісін жасайтын боламыз. Бірінші лейблімізді алып, оның көшірмесін жасаймыз. Сосын оны контейнерге саламыз. Енді текстфилдтің артқы фонын бояймыз. Енді радиусын жалпақ қыламыз. Екі шетіне және үсті мүдебесіне 30 түптер қойып шығамыз. Ұзындығы мен енін сайттағыдай өзгертеміз. Негізі енді шетіне қарай позициясын өзгерту керек еді, мен видеода центрге басып қойдым. Бұл дұрыс емес. Енді контейнердің шекарасын тура сайттағыдай өзгертеміз. Енді бұдан компонент жасаймыз. Енді бұған placeholder'ды апарып қоямыз. Енді бұны absolute деген функцияға қоямыз. Яғни біздің объектіміз ешкім ештеңеге бағынбай, тек үстінде ғана тұрады. Объекттің позициясын біз пернетақтадағы стрелкалармен түсіріп, ақырындай өзгертеміз. Енді бұл объектті өшіріп немесе қосып алатындай етіп, осы функцияны жасаймыз. Яғни компоненттің көшірмесін жасаған кезде бізде бұл placeholder көрінбейді, тек
көрсету деген функция болып тұрады. Соны басқан кезде бізде placeholder шығады. Енді текст филдке иконкаларымызды апарып саламыз. Оны референстегідей түске бояймыз. Енді компонентімізді таңдап алып, оны көлденеңнен қоятын батырманы басамыз. Бізде сол кезде бүкіл объектіміз көлденеңнен тұратын болады. Енді қателікті көрсететін иконканы қоямыз. Оны қызыл түске бояймыз. Ал енді 3 иконканы жасырып тұратын функцияны қосамыз. Енді мензерді текст филдтің үстіне апарған кездегі күйді жасайтын боламыз. Ол ховер деп аталады. Ол үшін сайттағыдай шекарасын көк түске бояй саламыз. Енді текст филдтің телефон нөмірлері мен деректерін енгізуге арналған күйін жасаймыз. Ең бірінші біз жалау мен иконкамызды алып, оны компонентке саламыз және оның көшірмесін апарып қоямыз. Және оны автолейаутқа саламыз. Енді оның енін өзгертеміз. Және ішіндегі объектті центрге қоямыз. Және оның 10 шақ шекарасын сызамыз. Және оны жасырып тұратын функциясын қосамыз. Енді мұны көшіріп, екінші нұсқаға апарып қоямыз. Енді текст филдті басқан кездегі нұсқасын жасаймыз. Енді кіші лейблді көшірмесін жасап алып, біздің текст филдқа апарып қоямыз. Енді үлкен лейблдің басқа күйін таңдаймыз. Енді екеуін ұстап тұрып, автолейаут деген контейнерге саламыз. Енді осы екі объектіні көлденеңнен выравнивать етеміз. Және слойға кіріп, кіші лейблді үстіне қоямыз. Енді лейблді толтырып біткен күйін жасаймыз. Сонымен өлшемі үлкен нұсқасын жасайтын боламыз, яғни бұл жерге пікірлер жазылатын болады. Оның текстің позициясын төбеге жақтастырып қоямыз. Және тағы да бір курсивті кішкентай лейбл жасайтын боламыз. Бұл курсивті автолейаутқа саламыз. Одан кейін бұның көшірмесін жасап, біздің текст филдке апарып қоямыз. Және осы автолейаутқа ұзындығын fill деген функциясын береміз. Оның үстіңгі және астыңғы от субын 12-ке өзгертеміз. Көріп тұрғаныңыздай, осы компоненттің көшірмесіне әртүрлі функцияларды қосуға болады. Енді текст филдтің соңғы нұсқасын жасайтын боламыз. Бұл жерде список қосылған, сол списоктің біреуін ғана таңдайлатын нұсқасын қазір жасаймыз.
Енді текстімізді автолейаутқа салып, оның фонын бояймыз. Енді ішіндегі объектіні шетіне қарай выравнивать етеміз. Енді бұдан компонент жасаймыз. Енді мензерді наводить еткен кездегі күйін жасаймыз. Енді негізгі күйін жасаймыз. Енді үшеуін көшіріп алып, автолейаутқа саламыз. Енді бұдан компонент жасаймыз. Сосын артқы фонын ақ түске бояймыз. Және екі шеті мен үстіңгі отсыптарын алып тастаймыз. Тек қана астыңғы отсып болады. Және шекарасын сызып аламыз. Енді радиусын өзгертеміз. Бұның шекарасын сыртқа береміз. Енді шекараның үстіңгі жағын алып тастаймыз. Яғни тек екі шеті және астыңғы жағы болу керек. Енді бұған сәйкес келетін форманы құрастырамыз. Енді компонентімізді көшіріп алып, осы текст филд пен осы лист екеуін бір-біріне байланыстырып, компонент жасап, автолейаутқа саламыз. Енді біздің компоненттеріміз дайын, бірақ мен бұл жерде қауіп деген иконканы false деген мағына беремін. Мына жерде ұмытып кетіппін. Міне осымен текст филдеріміз дайын. Сіздердің назарларыңызға көп рахмет. Және сұрақтарыңыз болса, обязательно комментарий жазып кетіңіз, мен жауап беремін.